Ассалаумағалейкум, армағазақ арнамызға қош келдіңіз. Қазақстан ауа райын алғашқылар қатарында жеткізетін арнадасыз. Біз онда бастадық. Қазақстанның 3 ірі қаласында алдағы күнде ауа райы қандай болмақ? Қазгидромет синоптиктері 5 және 7 сәуірге арналған Астана, Алматы және Шымкент қалаларының ауа райы қандай болатынын жариялады деп хабарлайды kznews.kz сайты. Астанада 5 сәуір құбылмалы күн болып өтеді. Жел екпіні 9-14 метр секунд, екпіні 15-20 метр секундқа дейін жетуі мүмкін. Ауа температурасы түнде 7-9, күндіз болса 13-15 градусқа дейін жетеді. 6 сәуір жауын-шашынсыз құбылмалы бұлттар 3-8 метр секунд, жел түнде 0-2 градус, күндіз 15-17 градусқа дейін жылы болады. 7 сәуір жауын-шашынсыз ауа райы болжанып отыр. Желдің оңтүстік шығыстан 15 метр секундқа дейін болуы мүмкін. Түнде 3-5, күндіз 19-21 градус. Алматыда 5 сәуір күні екінші жартысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Жел батыстан болып 3-8 метр секунд, күндіз жел екпіні 15 метр секундқа дейін күшейеді. Түнде +13, +15, күндіз болса +20, +24 градусқа дейін жылы болады. 6 сәуір құбылмалы бұлт ауа райы сақталып, кей уақытта жаңбыр жауып, найзағай күтіледі. Жел екпіні 13 метр секундқа дейін жетуі мүмкін. Ауа температурасы түнде +13, +15, күндіз болса +24, +26 градусқа дейін болады. 7 сәуір жауын-шашынсыз құбылмалы бұлт ауа райы, жел екпіні солтүстік шығыстан 3-8 метр секундтан 13 метр секундқа дейін жетуі мүмкін. Түнде 13-15, күндіз болса 25-27 градусқа дейін болады. Шымкентте 5 сәуір құбылмалы бұлт ауа райы сақталады, кей уақытта жаңбыр жауып, найзағай болады. Екпіні 3-8-13 метр секундқа дейін болуы мүмкін. Түнде 10-12, күндіз болса 20-22 градусқа дейін жылы болады. 6 сәуір жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Жел солтүстік шығыстан 3-13 метр секундқа дейін жылдамдықта. Ауа температурасы 11-13 градус, ал күндіз болса 26-28 градусқа дейін жылы болады. 7 сәуір кей уақыттарда жауын-шашын жауып, найзағай күтіледі. Желдің екпіні оңтүстік батыстан 8-14 градусқа дейін болып, жел екпіні 15-20 метр секундқа дейін жетуі мүмкін. Түнде жел екпіні -11-13 градус, ал күндіз болса +17-19 градус болады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, саламат болыңыз.